Мына Астанада бір намазхан жігіт айтады. Сондай бір элитный район болды дейді. Элитный районда бірақ времянка бар дейді жаңа жерде. Сонда ана байлар намыстанып анаған барып айтады екен, мына үйіңді дұрыстап тұрғызсайшы, мына времянкаңды. Мына біздің элитный районның бір абыройын түсіріп бір ғой. Болмаса саған қаражат берейік, сөйтіп тұрғызайық саған көмектесіп. Өзіміздің абыройымыз үшін деген ғой. Сөйтіп ана жігіт сұрапты, неңді менің үйім не деп атап жатсың дегенде, времянка деген ғой. Времянканың қазақшасы не деген? Уақытша деген. Сенің үйің мәңгілік па деген да. Міне бәріңнің үйің времянка деп айтқан ғой жаңа жігіт, қараңыз. Сондықтан да мына дүниеде шынымен біз өлмейтіндей өмір сүреміз. Барлық заттың качествосына қараймыз, бірақ мәңгілік жататын, қиямет күнге дейін жататын қабіріміз қаншалықты сәнделіп жатыр, ақыретіміз қаншалықты сәнделіп жатыр, оған мән бермейміз. Мына байқайсыздар ма, дүниеден өтіп кетсе, біреудің әкесі дүниеден өтіп кетсе, әкешім-ай, сүйенішім-ай деп жылайды. Анашым, енді сендей мейірімді адамды қайдан табам деп жылайды. Күйеу дүниеден өтіп кетсе, сен бізді асыраушы едің ғой деп жылайды. Балапаны дүниеден өтіп кетсе, сен менің қолғанатым едің ғой деп жылайды. Бірақ ақыретін ойлап жылайтындар аз екен, қараңыздар. Баратын жері қалай болды бұның? Қабірі қалай болып жатыр? Ертең қияметте қай жаққа барады деп, сол баратын жерін уайымдап жылайтындар аз екен. Тек қана өзінің қарапайым басына ғана пайда тиген нәрселерді мына дүниеде айтып жылайды екен, қараңыздар. Екінші айтады: Инналлаха кафилун би арзақина ла татмаинна қулубухум илля бид-дуния. Расында Аллах тағала біздің рызығымызға жеткілікті деп айтады дейді. Қараңыздар. Аллах тағала біздің рызығымызға жеткілікті, бірақ сол рызыққа жеткілікті дей тұра, сол дүниенің соңынан түсіп, сол дүниені тапқан кезде ғана жүрегіміз тыныштық табады дейді. Қараңыз. Рас қой, дүниені іздеп, намазды енді оқимыз деп айтамыз. Дүниені іздеп, намазды қаза қыламыз, дүниені іздеп, оразаны қаза қыламыз, құлшылықтардың бәрін қаза қыламыз да, дүниені тапқан кезде ғана бір Құдайды алдағымыз келеді да, бір қой сойып беріп, Құдай тамақ қылып жібереміз. Жоқ, Құдай тағала ол сенің бір тоқтыңа, тышқақ лағыңа мұқтаж емес. Қараңыз. Сол рызықты табумен ғана жүрегіміз тынышталады дейді. Қараңыздар. Рас қой, Енді үшінші айтады дейді: Нахну абидулла. Біз Құдайдың құлымыз деп айтады. Валакин я'малуна амалал ахрар. Бірақ та өздері бостандықтағы адамдардың ісін істеп жүреді дейді. Құл деген қандай болады? Мысал үшін, менің құлым болатын болса біреу, ол менің айтқанымды міндетті түрде орындау керек, менің бұйрықтарымды орындау керек, менің қайтарған нәрсемнен қайтпау керек, ол менің шекарамнан шықпау керек. Бірақ Құдай тағала намаз оқы деп жатыр, жаман істен тыйыл деп жатыр, ораза тұт деп жатыр, садақа бер деп жатыр, бірақ намазымыз қаза. Иншалла пенсияға шыққасын оқимыз деп айтамыз, оразаны тұтпаймыз, Құдай өзі кешіреді деп айтамыз. Арасында біз бостандықта жүрген адамдардың амалын істеп жүрміз. Құдайдың құлы екендігін мына дүниеде дәлелдеуіміз өте аз екен, қараңыздар бауырлар. Сондықтан да Имам Ғазали осы сөздің соңында айтады. Қараңыз. Алланың алдына барған кезде би ай лисанин туджибу. Қай тіліңмен жауап бересің Алланың құзырына барған кезде дейді. Пенде, өзіңе қара, қай тіліңмен жауап бересің? Мына дүниедегі ғайбатқа, өсекке, біреуді шақыстыруға толған тіліңмен жауап бересің ба? Әлде ертең Құдай тағаланың құзырында тірілген кезде Құдай тағала саған күнәдан пәк болған тілді тауып береді ма дейді. Жоқ, әлбетте, мына дүниедегі ластанған тілімізбенен Құдай тағаланың құзырында тірілеміз. Би ай баданин тақифу байна ядиллахи та'ала. Алланың алдында қайсы денеңменен тірілесің дейді. Қай денеңмен тұрасың дейді. Күнәдан пәк болған Құдай тағала саған денен тауып береді ма дейді. Жоқ. Мына аяғымыз, қолымыз, көзіміз, дене өзіңе куәлік етеді екен. Раббым, мына қолымменен бұл күнәлі істерді істеді. Мына аяғыменен жаман жерлерге барды. Мына көзіменен қиянат қылды. Тіліменен сондай өсек айтты, ғайбат айтты деген кезде пенде тұрып жылайды екен. Сорлы қолым, денем, аяғым, сен неге мені жазғырып жатсың? Сорлы, бірге тозаққа кетеміз ғой десе, сонда мүшелердің айтқаны, бірге тозаққа кетеміз. Бірақ Аллах тағала бізге осы айтуды бұйырған, біз Алланың айтқанын мүлтіксіз орындаймыз дейді екен, қараңыздар. Қараңыз. Сондықтан да Имам Ғазали сөзін жалғастырып айтады. Фа'идда лиссуали жауабан, ва лил жауаби сауабан.
Ендеше Құдайдың алдына сұраққа дайындал дейді мына дүниеде. Құдайдың алдындағы сұраққа дайындал. Бәлки ол сұрағың, ол жауабың сенің дұрыс жауап болсын, дұрыс емес жауап емес дейді. Мысал үшін дұрыс жауап бар, дұрыс емес жауап бар. Балаң мектепке барып келсе, балам, сабағыңды тапсырдың ба? Иә, анашым, тапсырдым, 5 алдым десе, бұл сенің сұрағыңа балаң дұрыс жауап беріп жатыр. А балаң сабаққа барып келсе, балам, сабағыңды тапсырдың ба десе, жоқ анашым, оқымадым, 2 алдым десе, бұл дұрыс жауап емес. Сонда Алланың құзырына барған кезде, пендем, саған сау дене бердім, ашық көз бердім, менің көзі соқыр құлдарым Құран жаттады, сенің көзіңнен нұрын төгіп қойдым, сен Құран жаттадың ба деп, неде жауап береміз біз? Пендем, сенің аяқ қолыңды сау қылдым, аяқ қолы жоқ құлдарым намаз оқыды, сен намаз оқыдың ба? Пендем, денсаулықты саған аманат етіп, біреуде жоқ денсаулықты бердім, біреу ол денсаулыққа зар болып жүр. Сен сол денсаулықты не пайдаландың? Арақ пайдаландың, темекі пайдаландың, насыбай пайдаландың. Құдайдың алдында мына нығметтен міндетті түрде сұраламыз, құрметті бауырлар. Сондықтан да айтпағым не нәрсе? Сол Алланың алдына барған кезде баршамыздың қолымыздан келгенше тақуалық қылуымыз керек. Аллах тағала Құран кәрімде қолдарыңнан келгенше тақуалық қылыңдар, басқасын Құдай тағаланың өзіне тапсырасын. Мына дүниеде қолымыздан келгенше тақуалық қылсақ, Алланың құзырына барғанда, Раббым, қолымнан келгенін істедім мен десек, сол кезде ғана мына дүниеде намаз оқып, ораза тұтып, зекет беріп, қажылық қылып, мына дүниеден дұрыс Алланың әмірлерін орындап өтетін болсақ, Алланың құзырында дұрыс жауап сол кезде бере алады екенбіз. Ал тақуалық қылмадың ба, құлшылық орындамадың ба, Алланың алдында сенің жауабың дұрыс болмайды. Сондықтан да құрметті қажекелер, Алланың алдында баршамыздың жауабымыз дұрыс жауап беруіміз нәсіп етсін. Иншалла ертең қиямет күні оңай дүние емес, баласынан, ата-анасынан балашаға қашатын күн, бауырдан қашатын күн, ешқандай туысқандық жүрмейтін күн, адамзат жалаңаш тірілетін күн, бір-бірінің денесіне, әуретіне қарауға бастары мұрша бермейтін күн, сол күні тек қана пайда беретін нәрсе, Құран кәрімде Аллах тағала айтады, сенің малың да дүниең де пайда бермейді, тек қана Алланың құзырына сәлим, сау жүрекпен барсаң ғана сол жүрек пайда береді дейді. Қараңыздар. Сондықтан да ана елде сөз бар ғой, главный жүрегің таза болса болды. Қандай сөз ол главный жүрегің? Түннің ішінде машинаның өзі фарын жақпаса жүре алмайды ғой. Сол сияқты Алланың главный жүрегің таза болу үшін шарттарды қойып қойған. Пендем намазды тақуалықпен оқы, пендем оразаны тұт, пендем зекет бер, қажылық қыл деген. Міне главный таза жүрек сол болады. Аллаға ауыз жол емес дейді қазақ. Құдай, мен сені жақсы көрем деп орында отыра беру ол. Жұмысқа тұрып қойып, жұмысқа бармай жүрген адам айлық ала ма? Дәл сол секілді адам ол, Алла сақтасын. Сондықтан да мына жерге келгеннен кейін намаз үйреніп жүрген бауырларымыз бар. Бойынан жаман әдетін тастай алмай жүрген бауырларымыз бар шығар. Саған 10 күнде жеткілікті. Еркек адамға темексін тастайын десе, еркек адамға насыбайын тастайын десе, еркексің ғой шалбар киіп жүрген. Құдай үшін таста. Сол кезде Құдай тағаланың сенің жәрдемі болады, адам үшін емес. Бір-ақ сағатта, жартақ сағатта тастап кетуге болады, Құдай үшін болатын болса. Нәпсіні таста, осы уақытқа дейін сол насыбайды езіп жүрдің ғой. Осы уақытқа дейін темекіні мұжып жүрдің ғой. Керек емес, мына тәніңді сенің құртып жатыр. Құдай тағаланың алдында мына тәннен жауап бересің ертең Алланың құзырында. Мен ескертіп жатырмын. Ертең Құдайдың алдында сылтау болмайды. Маған ешкім ескерткен жоқ. Ана Филипп Морристің темекі шығаратын темекінің компаниясының басшысы сол Құдайдың алдында сұралынбайтын шығар. Неге? Темекінің сыртына рак ауруын жазып қояды. Мына зияны мынандай дейді. Темекінің сыртына өлімге алып барады, өкпе қабынуын алып барады дейді. Ол жазып қойған сыртына зиян екендігін. Бірақ біліп тұрып суға сиесің ба? Ана жерге барып айтса, мына су жатыр. Осыған бір адамдар, еркектер кеп сиіп кеткен десе, одан өмірі ішпейсің. Ал бірақ темекінің сыртында жазуыл тұр. Өкпе қабынасың, өмірің қысқарады, мынандай болады. Бірақ нәпсіңе әбден ерік беріп алғансың, оны шегесің. Ол насыбай темекінің жапырағынан жасалынады. Екеуінде үкімі бір, макрук тахрими, харамға жақын макрук. Харамға жақын макрукты адам егерде оны ештеме елемей шеге беретін болса, онда харам жеп жүрген адамменен бірдей Алла сақтасын. Сондықтан да құрметті қажекелер, қатты айтты демеңіздер.
адал болайық, ләжі барынша, мына денемізді таза ұстайық. Мына зікір ететін, дұға ететін аузымыз дұрыс дұға жасау керек иншалла. Тек қана Құдай тағала тазалықты ғана жақсы көреді, тазамен болған дұғалар ғана Алланың құзырында қабыл болады екен иншалла. Аллах тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін.